Қайырлы күн, саламатсыздар ма құрметті оқушылар. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз тағамдық қоспалар ретінде қолданылатын орта фосфор қышқылы және де фосфаттар өкіліне тоқталамыз. Алдымен тоқталсақ, Е338 атты орта фосфор қышқылы, Е339 атты натрий фосфаты, Е340 калий фосфаты және де Е341 кальций фосфаты, Е342 аммоний және де Е343 магний фосфаттарына тоқталамыз. Е338 орта фосфор қышқылы немесе фосфор қышқылы дейміз. Қышқылды реттегіш, антиоксидант және синтетикалық шыққан антиоксидант болады. Тағамдық орта фосфор қышқылы оның 85%-ық ерітінді деп атайды. Яғни осы ерітінді күйінде және қышқылдың 85% мөлшерін қолданады екен. Және де антиоксиданты синтетикалық, яғни қолдан жасалған болып табылады екен. Жалпы фосфор қышқылы пайдасы асқазанның қышқылдығын арттырады екен. Және де pH деңгейін қалпына келтіру мақсатында кальцийді, яғни тіс пен сүйектің құрамында кездеседі екен. Яғни соған көмектеседі екен. Қолданылуы, яғни қышқылдандырғыш, гидролиз катализатор және де антиоксидант ретінде біріншіден кока-кола, пепси секілді газдалған алкогольсіз сусынның құрамында кездеседі. Және де, яғни сол сусындардың қышқыл болуына осы фосфор қышқыл көмектеседі екен. Екіншіден, балқытылған ірімшіктер, яғни плавленый сыр дейміз ғой, сол сырдың құрамында мармелад пен шәрбаттардың өндірісінде және де шұжық өнімдері мен кондитерлік өнімнің құрамында кездеседі екен. Зиянына келетін болсақ, яғни зат егер осы Е338 шамадан тыс қолданылатын болса, асқазанның қышқылдығына әсер етеді екен. Және де нәтижесінде әртүрлі жаралар мен эрозия, гастрит дейміз, дуоденит және де басқа да аурулардың алдын әкеп соғады екен. Және де зиянына келетін болсақ, көздің, тыныс алу жолдары және де шырышты қабықтар тітіркендіреді екен. Жүрек айну, құсу, диарея, гиповолемиялық шок секілді ауруларға әкеп соғады екен. Сонымен қатар ауыздың, өңеш және де асқазанның шырышты қабығында күйік туғызуы, яғни бұл бәрі шамадан тыс қолданатын болса, осындай күйікке әкеп соғады екен. Сондықтан мөлшермен ғана қолдану керек. Атауы орта фосфор қышқылы, антиоксидант қышқылы реттегіш, шығу тегі жасанды және де қауіпті адам организмі үшін орташа. Келесі біздің тағамдық қоспамыз Е339 атты натрий ортофосфат немесе фосфаты, қышқылды реттегіш, эмульгатор, синтетикалық антиоксидант жатады екен. Зиянына келетін болсақ, бүйрек жұмысының бұзылуына әкеп соғады. Яғни шамадан тыс қолданатын болса, қандағы электролиттер деңгейі артады. Кальцийдің қалыпты, яғни организмге сіңуіне кедергі болады екен. Ерінде бөртпе, гиперактивтілік және де агрессиялық түрде аллергиялық реакциялар пайда болады екен. Және де артық тұтынған кезде жара, панкреатитті, гастритті және де ішек қарын жүйесінің бұзылуына әкеп соғады екен. Бұнда да артық мөлшерін қолданбай, тек мөлшермен ғана жұмыс жасау керек. Қолдануына келетін болсақ, көкөністерді өңдеу үшін термиялық қолданылады. Сүт өнімдерінде қыздыруға төзімділігін арттыру, яғни біз сүтті қыздырамыз ғой, сол кезде ашып кетпеуіне, оның төзімділігін артуына көмектеседі екен. Және де ет, балық, фаршының құрамында ылғалды, майдың тотығуына жол бермейтін, дән өнімді барынша шырынды, яғни ет бізде майлы, жақсы кейіпте қалу үшін осы Е339 көмектеседі екен. Және де келесі тағамдарға келетін болсақ, яғни мынандай тағамның құрамында кездеседі. Ол сүт, кілегей, май, маргарин, ірімшік, нан, тоқаш өнімдерінде газдалған сусын дейміз, кәмпит, печеньенің құрамында балмұздақ, жеміс мұзы және де алкогольді сусындар мен картоп, балық және де тұз алмастырғыш өндірісінде де, яғни өте көп салаларда тағамның құрамында кездеседі екен. Атауы натрий фосфаты, антиоксидант, эмульгатор, қышқыл реттегіш категориясы, шығу тегі жасанды және де қауіпті адам организмі үшін төмен екен.
Келесі біздің тағамдық қоспамыз Е346 калий фосфаты, қышқылды реттегіш бұл да эмульгатор, және де айырмашылығы ылғалды ұстайтын агент, тұрақтандырғыш, және де ашытқыларға арналған тағам ретінде. Жалпы пайдасы энергиямен қамтамасыз етуге, алмасуға қатысады екен. Органдар мен тіндерде маңызды метаболикалық және де ферментативті, яғни жаңағы тез сіңуіне көмектеседі екен. Және де қышқыл сілтілік тепе-теңдік дейміз ғой. Мысалы, асқазан жүйесі немесе сілекейде қышқыл сілтілік тепе-теңдікті сақтап отыруға көмектеседі. Және де сутегі иондарының жаңағы бүйрек экскреациясында маңызды рөл атқарады екен. Сонымен қатар, зиянына келетін болсақ, яғни шамадан көп тыс пайдаланса, остеопороз, яғни сүйектің дұрыс шертілмеуіне, қисайып кетуі, ішек микрофлорасының теріс әсеріне, қандағы холестерин дейміз, холестериннің көтеріліп кетуіне, яғни мөлшерінің ұлғаюына, және де диарея мен басқа да аурулардың жалпы алдына әкеп соғады екен. Сондықтан өте абайлап, мұқият болу керек. Мынандай тағамдардың құрамында кездеседі, яғни нан, тоқаш, кондитерлік өнімдерде, алкогольсіз сусын, сүт өнімдерінде, балқытылған ірімшік, яғни плавленый сыр, балқытушы тұз ретінде, және де еритін кофе, яғни біз 3 в 1 дейміз ғой, 3-те 1 қолданылатын кофелердің осы негізгі құрамы осы Е340 екен. Келесі қолданылуы жалпы консервіленген көкөніс, жемістерде қатайтқыш ретінде қолданады. Сұйық ашытқы ретінде, жаңадағы жұмыртқа ұнтағы, қант ұнтағы, және де басқа да қопсытқыштың құрамында кездеседі. Шұжық, ет, балық фаршы дейміз. Осылардың құрамында ылғалды ұстаушы агент және де байланыстырушы агент ретінде қолданылады екен. Және де балмұздақ дайындау кезінде эмульгатор, яғни тұрақтандырғыш ретінде қолданылады екен. Және де сонымен қатар кофе мен газдалған сусын құрамында, газдалған сусын, яғни алкогольсіз кока-кола, пепсидің құрамында, ликер, кондитерлік өнімдерінде дәмді жақсартушы ретінде, яғни алдында біз орта фосфор қышқылды реттегіш ретінде десек, бұл жерде дәмін жақсарту мақсатында қолданылады екен. Жалпы жасыл көкөністерді өңдеу кезінде, жалпы қант өндіруде ағартқыш ретінде, сүт өнімдерінің төзімділігін арттырумен балқытушы тұз ретінде қолданылады екен. Артауы калий ортофосфаты немесе калий фосфат дейміз. Категориясы антиоксидант, эмульгатор немесе тұрақтандырғыш, қышқылды реттегіш те бола алады екен. Және де шығу тегі жасанды, қауіпі адам организмі үшін төмен екен. Келесі біздің тағамдық қоспамыз Е346 кальций фосфаты. Бұл да қышқылды реттегіш, эмульгатор, ылғал ұстағыш, антиоксидант ретінде қолданылады. Жалпы пайдасы тіс эмалінің компоненті ретінде пайдалы екен. Көкөніс пен жеміске, балық өнімдеріне қосқан кезде жалпы жаңағы түсін көкөністің және де текстурасын тығыз, яғни жайылып кетпей тығыз болып сақталуына көмектеседі екен. Және де ұн мен басқа да сусымалы құрғақ өнімдерді араласта отырып, оларды қабықтанудан, яғни кесектенуден сақтайды екен. Яғни сусымалы деп отырғанымыз сыпучееся вещество, например, құрғақ қант деген секілді. Сонымен қатар балқытылған ірімшік өндірісінде эмульгатор ретінде, сүт пен кілегейде бөлгіш агент немесе тотықтырғыш агент ретінде, және де қоюлатылған сүт, яғни сгущенка дейміз, жеміс-жидектің құрамында антикристаллизатор және де өсімдік маталарын тығыздағыш ретінде де қолданылады екен. Сонымен қатар мынандай тағамдардың құрамында кездеседі екен, яғни бұл нан, тоқаш өнімдері дейміз, және де арнайы сусындар, яғни протеинді сусындар дейміз ғой, спортшылар қолданатын сусынның құрамында, құрғақ заттар концентрациясы жоғары, яғни сүт, балмұздақ деген секілді, балық, ет фаршы, ликер, құрғақ және шөп, шайдың құрамында, және де жартылай фабрикаттардың құрамында да кездеседі екен. Сонымен қатар құрғақ таңғы ас деп отқанымыз, яғни
геркулес деген секілді құрғақ таңғы жылдам дайындалатын өнімдер, яғни жаңағы лапша дейміз, немесе басқа да сумен тез пісетін заттар, және де кондитерлік өнімнің құрамында да осы кальций фосфаты қолданылады екен. Келесі атауы, яғни кальций ортофосфаты антиоксидант эмулгатор, шығу тегі жасанды, және де адам организмі үшін қаупі төмен болып табылады екен. Келесі біздің тағамдық қоспамыз бұл Е342 атты аммоний ортофосфаты немесе аммоний фосфаты дейміз. Бұл да қышқылды реттегіш, ұн мен нанды жақсартқыш, антиоксидант ретінде қолданылады. Зияны, яғни демікпе дейміз, ас қорыту жүйесін бұзады екен, асқазан жарасы, яғни гастриттің алдын алады, және де канцерогенді, яғни бұл қатерлі ісікке душар етуі мүмкін табиғи тағамдық қоспа екен. Сонымен қатар мынандай тағамның құрамында, яғни нан, тоқаш өнімдері, ет пен балық өнімдері, және де аштық мен ұйытқылардың құрамында да кездеседі екен. Атауы аммоний фосфаты антиоксидант эмулгатор, шығу тегі жасанды, және де қаупі адам организмі үшін жоғары болып табылады екен. Сондықтан аммоний фосфатын өте мұқият қарап жаңағы тұтыну керек екен. Және де біздің ең соңғы тағамдық қоспамыз Е343 атты магний фосфаты. Бұл қышқылды реттегіш, эмульгатор, яғни тұрақтандырғыш, ұн мен нанды жақсартқыш екен. Және де антиоксидант ретінде қолданылады екен. Пайдасы ұн мен нанды жақсартады екен. Басқа да сусымалы құрғақ өнімдерді араласта отырып, оларды жаңағы қабықтанудан және де кесектерге бөлініп кетуден сақтайды екен. Зияны, яғни артериялық қысымның бұзылуына алып келеді, асқазан ішек ауруларына алып келеді, және де асқазанда қышқылдықты артуына да осы Е343 әсер етеді екен. Атауы магний ортофосфаты, категориясы антиоксидант, эмульгатор, қышқылды реттегіш дейміз, шығу тегі жасанды, және де қаупі адам организмі үшін орташа болып табылады екен. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.